Калавады 14 күндік терең тазалану 12 системаны мықты тазалайтын мықты өнім коралловый клубтың бұл ешқандай компанияда жоқ. Бұнымен бірге лимфочистканы ішуге болады, липостикті ішуге болады. Неге? Өйткені липостиктің құдіреті калавадымен ішкенде сіздің бүкіл висцеральный ішке жиналатын майды кетіреді. Сондықтан бұны калавадымен ішуге болады, ол мүмкіндік. Именно коралловый клубтың осы программасы өте керемет. Бұнымен қоса коралловый су және гидромакс. Вообще негізінде гидромакс рекомендуется. Егер де сіз калавадыны бұрын жылына 2 рет біздер айтамыз ішу керек деп. Үлкен адамдарға жылына 2 рет, балаларға жылына 4 рет паразиттар ішу керек деп айтамыз. Сол үлкен адамдар, если толық болсаңыз 100 килограмм, 120 килограмм, 80-90 килограмм болсаңыз, калавады 1 рет ішкеннен кейін 15 күн клеточный код клетка питаниені ішіп, қайтадан 2-ші калавадыны ішуге болады. Содан кейін 20 күн питание ішіп, 3-ші калавадыны ішуге болады. Онда да гидромакспен. Бір калавадыны ішіп, я болмаса питание ішіп, 2-ші калавадыда лимфочистканы қосуға болады. Потому что лимфочистка, ешқандай компания лимфочистка ішу керек екенін айтпайды. Лимфа это канализация ғой біздің организмде. Бүкіл канализация таза емес болатын болса, бүкіл организмге қауіп, жаңа неше түрлі жаман аурудың барлығы сол канализациядан басталады. Сондықтан калавадыны тек өзін ішу керек деп жүрген адамдар шатаспаңыздар. Калавадымен гидромаксты да ішуге болады, калавадымен липостикті ішуге болады. Тамаққа шыдай алмайтын адамдарға калавадыға коктейльдерді қосуға болады. Вирусный заболевание бүкіл жаңа нелер болатын болса, карамуравин деревін қосуға болады калавадыға. Чеснокты қосуға болады, я болмаса кошачий коготты да қосуға болады. Вообще менің өзім калавадыны гидромакспен беремде фандитокс қосам. Үнемі, потому что көп адамдар, біздің қазақтар соның ішінде бауырдан бәрі шаршап жүр. Шаршамай жүрген адамның өзінде на клеточном уровне шаршап жүр. Сондықтан фандитокс во время калавады, питаниеда да фандитокс, 2-ші калавадыда фандитокс ішуге болады. Липостикті қосу керек, ол жаңағы висцеральный ішке жинаған майы бар адамдарға үзбей 6 ай ішуге болады. А калавадыны әрбір 10 күн сайын, әрбір 20 күн сайын ішуге де болады. Ол әркімнің жағдайына байланысты. 3 калавадыны жаңағыдай арасына күн салып ішетін болса, бізде коралловый клубта каскадный калавады деп айтылады. Сол 3 калавадыны арасына күн салып ішкен каскадный калавадыны қайталап тұратын болсаңыз, сіз өзіңізді 10-15 жылға жасартасыз. Жасарту ол сыртынан жасару емес, ішкі наклетчин. Біз триллион клеткіден тұрамыз, сол триллион клеткіміздің жасару процесі, қартаюы тоқтайды деген сөз.